Сәлем достар, бізді қоршаған әлем көптеген қызықтарға толы. Бүгін солардың бірі әлемдегі ең кішкентай және ең үлкен жануарлар жайлы білетін боламыз. Видео басталмай тұрып, арнаға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлемдегі ең кішкентай құс ол колибри. Көлемі 5,5 сантиметрден аспайды, ал салмағы болса 1,6 және 1,8 граммды құрайды. Ал әлемдегі ең үлкен құс болса, ол африкалық түйеқұс. Олар 2,7 метрге дейін өсіп, 175 килограммға дейін салмақ жинайды екен. Әлемдегі ең кішкентай балық Paedocereus progenetica болып есептелінеді. Оның ұзындығы бар жоғы 7,9 мм құрайды. Ал әлемдегі ең үлкен балық ол кит акуласы. Кит акуласының ұзындығы 15 метрге дейін жетеді және салмағы 10 тоннадан асады. Әлемдегі ең кішкентай моллюска Emainiceraota қабыршағының диаметрі 0,5 мм құрайды. Ал әлемдегі ең үлкен моллюска ұзындығы 1,137 метр және салмағы 230 килограммды құрайтын алып тридакна. Әлемдегі ең кішкентай жылан қысқа ауызды барбаросты жылан. Оның ұзындығы 6 сантиметрден аспайды. Ал әлемдегі ең үлкен жылан болса анаконда болып есептелінеді. Анаконда көлемінің тіркелген ең ұзын мөлшері 11 метр және 43 сантиметрді құрайды. Әлемдегі ең кішкентай тасбақа Homopus signatus тасбақасы. Оның ұзындығы небәрі 10 сантиметрді құрайды. Ал әлемдегі ең үлкен тасбақа піл тасбақалары болып есептелінеді. Олардың салмағы 385 килограммды құраса, ұзындықтары 1,5 метрге жетеді екен. Әлемдегі ең кішкентай қолтырауын ергежейлі қолтырауын. Оның ұзындығы 19 сантиметр. Ал әлемдегі ең үлкен қолтырауынға келетін болсақ, ол теңіз қолтырауыны. Оның ұзындығы 5,148 метр, ал салмағы болса 998 килограмм тартады. Әлемдегі ең кішкентай бақа Pedophrene eminensis. Ұзындығы шамамен 7 мм. Ал әлемдегі ең үлкен бақа болса африкалық голиаф. Салмағы 3 килограммға дейін жетеді, ал ұзындығы 50 сантиметрден асады. Әлемдегі ең кішкентай көбелек Acetosea. Оның мөлшері небәрі 2 мм. Ал әлемдегі ең үлкен көбелекке келетін болсақ, тауыс көзді атлас. Оның ең үлкен құлашы 298 мм-ге дейін жетеді екен. Әлемдегі ең кішкентай жарқанат шошқа мұрынды жарқанат. Оның ұзындығы 3,3 сантиметрден аспайды, ал салмағы 1,7-2 граммды құрайды. Ал әлемдегі ең үлкен жарқанат түлкі немесе ит жарқанаты. Денесінің ұзындығы 40 сантиметр, ал қанаттарының құлашы 180 сантиметрге дейін жетеді. Салмағы 1,5 килограммды құрайды. Әлемдегі ең кішкентай шаян Pinnoterus шаяны. Оның ұзындығы бар жоғы 6,3 мм-ді құрайды. Ал әлемдегі ең үлкен шаян болса өрмекші шаяны. Оның ұзындығы 1,5 метр, ал аяқтарының ұзындығының өзі 4 метрге жетеді. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Және де біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.